Саламатсыздар ма, құрметті достар? Кешегі жыртыстардан қалай құрақ құраймыз? Келесі сабағымызды көріңіздер. Біз мінекей мынандай қылып құрайтын болдық. Осындай вариантта барлық түсін келтіреміз. Енді мына жерде айтайын деген қателіктерім, сіздерде келесі қателік мен сияқты қате жасамасын деген ойдамын. Мінекей мына құрағым екеуі бірдей. Ширинасы 3,5 сантиметрлік ұзындықта кесілген құрақтар, полосочкалар. Мына жерде 20-да 20, мына жерде 18-де 18. Не үшін? Менің машинкамның лапкасы 5 миллиметрлік, 4-5 миллиметрлік. Сон мен мына жерге тігіске бір 7 миллиметрдей жіберіп отырдым. Сондықтан ол менде кішкентай болып қалды. Ал енді мына жерде мен лапканың бойымен ғана жіберіп отырдым. Сол кезде мынау менде 20-да 20 болды, әдемі болды. Мынау 18-де 18 болып кішірейіп қалды. Бірақ бұны да жасасаңыздар болады, бірақ маған 20 сантиметрлік құрақ керек, сол үшін мен мынандаймен жасаймын. Егер де жаңағыдай мынау қатты жіңішке болып кетеді десеңіздер, сіздер 4 сантиметрден кесіп алыңыздар, мынаның несін 3 миллиметр. Сол кезде 1 сантиметр тігіске кетіп отырса, 1 сантиметрден екі жақтан, сонда 2 сантиметр ортада сіздерде қалып отырады. Мына жерде 1 сантиметрден бірінші рет құрап атқан болсаңыздар, 4 сантиметрден алыңыздар и 1 сантиметрді тігіске жүріп отырасыздар. Мына жақта қайырған кезде мына жақта тағы бірлес 1 сантиметр кетіп отырады. Сол үшін. Так, міне енді көрсетемін сіздерге. Алдыңғы сабақтарда көрсеттім, мен осындай матаны аламыз. Астыңғы матаны мен 22-де 22 алдым. Міне көріп тұрғаныңыздай лишнийлар сыртына шығып тұрады. Матаңыз тура астыңғы матаның бетінде тұрады, сыртқа шығып кетпейді. Мына лишнийларын кесе саласыз, ол не страшно. Главное, на мата астарымен бірге жабыстырған жақсы, өзіңізге де жақсы, качественно тұрады, но созылмайды. Бір-біріне жалғаған кезде де әйбет тұрады. Так, соны кейін мынаны кестік. 22-де 22 ортасын центрын таптық, мінекей. Центрын таптық. Центрға мен мынандай сары матадан алдым көзіне. Оны өздеріңіз білесіздер, алсаңыздар болады. Оны 5 сантиметр, 5-те 5 қып кесіп алдым. Ортасына қойдым. Кішкене өңін ашып тұрады, жан-жақтағы матаны бір-біріне үйлестіріп. Мінекей. Сол үшін ғана жасадым. Так, 5-те 5 қылып кесіп алдым. Оны ортаға қойдым. Шофты алған кезде мен астыға қарай начосты жіберем. Сол начостың бойымен тіктім. Ал мінекей мына жерде көріп тұрсыздар, сары кетеді, содан кейін 2 жасыл мен оранжевый, потом мына екеуі былай. Қарама-қарсыларды тігіп отырасыз былай. Версачи құраққа кішкене ұқсастау. Так, мінекей сарыны қойдық, енді бізге жасыл мен морковный цветті тігу керек. Көреміз матамызды былайнан істеп астыға үстіге астыға кету керек бізде. Сіздер өздеріңіз білесіздер астыға или үстіге мінекей. Мен лапканы бойымен алам. Лишний кесіп отырып тігеміз. Жіпті сразу кесіп отырамыз, өйткені бізге мешать етіп отырады, тартып отырады астыңғы матаны. Қарама қарсы жасылды тігеміз. Мынаны инемен түйре басаңыз да болады, түйремей қойсаңыз да болады. Өзіңізге қалай ыңғайлы, солай істейсіздер. Мінекей, сары мен жасыл. Біреуін тігіп аласыздар, содан кейін оны өздеріңізге мына жерге қойып қоясыздар, соған қарап отырып тігесіздер.
чтобы одинаковый болған үшін мына жаққа мына жаққа өтіп кетпесін. Өткенде бір-біріне құрастырған кезде суреттер бір-біріне келмей қалады. Сол үшін біреуін құрап алғаннан кейін жаныңызға қойып қойыңыз, осыған қарап құрап отырасыз. Мінекей жасыл мен сары. Енді менде мына жасыл астыда, сары үстіде міне розовый былай и көк былай кетеді. Закрепка берсеңіздер де болады, бермей ақ қойсаңыздар да болады. Мен беріп отырамын. Мінекей мына үшінші қатар, біз 4 қатардан жасап жатырмыз. Так, екеуін былай жүргіздік, енді соңғы қатарды жүргіземіз. Так, соңғы қатар розовый мен көгімізді жүргіземіз.
шетін айландырып 1 мм, 1-2 мм-мен астыңғы матаға тік шығамыз. Так, мінекей неміз бітті. Жаңа айтып кеткендей, осындайдан үш ленточка мынандай 2 құраққа кетеді. Например, розовыйдан 3 осындай 3 полосочканы 2 құраққа жібересіз. 1,5-нан кетіп жатыр ғой, сонда бір полосочка, бір неге, мынандайға 1,5 кетеді мынандайдан. Примерно. Плюс-минусы бар. Так, міне көрдіңіздер ғой, одинаковый істейміз. Қазір оны қойған кезде міне былайына қоямыз. Осылай қою үшін. Так, былайнан мына жаққа қазір розовый кетеді, мына жаққа розовый кетеді, былайдан орындарын ауыстырып қойып көріп отырасыздар енді. Болмаса, мына жерде көріп тұрғаныңыздай, мына жақты міне например, мына жақты тек қана көк қып жіберем десеңіз, например, мына жерде мынау розовый болса, мына жерде тек қана жасыл қып жібересіз. Мына жерде қараңыздар былайнан. Қазір мынау 3 кете ма? Так, 3. Былайнан істесеңіздер болады, например. Мына екі жағы розовый мен көк қала береді да, мына жерде сіз тек қана розовый, тек қана жасыл қып бір линия, мынандай, например, мына бір линия 3 болса, онда мынандай 3 қатарынан мына розовый мен жасыл көк кете береді, мына екеуін тек қана жасыл қып отырасыз. Мына екеуін тек қана көк қып отырасыз. Сондай істесе болады. Сол кезде мынаны былайынан қойған кезде мына жер тек қана жасыл болады, мына көк кетеді, содан кейін қайтадан сары болады деген сияқты, солай істесеңіз де болады. Болмаса былайынан да істей берсе болады. Былайынан орнымен ауыстырып отырады мына екеуі. Мына жақта ойнап тұрады былайынан. Өздеріңіз фантазияларыңызға қараңыздар. Қалай сіздерге ұнайды, солайынан істеңіздер. Мына жерде көк пен қызыл да бүйтіп ойнап тұрады. Мына жерде жасыл, сары, көк, розовый деген сияқты. Сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Комментарий, лайктар көп болған сайын, подписчиктар көп болған сайын, менде де видео көп шыға бастайды. Бөлісіңіздер, сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар. Сау болыңыздар.